Бүгін біз Фараб Әрмебап ғылыми кітапханасындамыз. Ордабасы ауданының құрметті азаматы Әбілда Аймақтың ақындық апталығының қорытындысы өтуде. Әдеби кешті облыстық мәдениет және туризм басқарма басшысының орынбасары Ержан Исатай ашып, кешке арнайы келген ақынның жары Ақмарал Сатыбалдықызына сый-сияпат көрсетті. Ақынның жары Ақмарал Сатыбалдықызы және ақынның қызы Ләйлә Әбілдағызы жылы естеліктермен бөлісті. Әбілда Аймақтың немерелері өлең оқып кеш көркін кіргізді. Бүгінгі поэзиялық кештің қонағы ретінде келген Нарымбетова Роза Сыздыққызының пікірін сұрадық. Әбілда Аймақтың шығармашылығы өте биік деңгейде. Бұндай ақын, бұндай керемет өзінің мінезіне сай, ақжауын ақын деп айтады жаңағы. Мінекей керемет нәзік сырлы ақын деп айтады. Сол сияқты өзінің табиғатына сай махаббат тақырыбына өлеңдерді көп жазған. Кеш қонақтары ақын Қанат Сапарбаев, Қазақстанның журналистер одағының мүшесі Роза Сыздыққызы, Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Мақсат Әліпхан, журналист, ақын Бауыржан Мериханұлы сөз алып, апталық жайлы ойларымен бөлісті. Сонымен қатар мектеп оқушылары ақынның өлеңдерінен композиция ұсынды. Кеш соңында Әбілда Аймақтың жұбайы Ақмарал Сатыбалдықызынан ақын жайлы сұрадық. Енді былайша үйде мысалы үшін өлең жазады, сонда кез келген уақытта түн болсын өлең жазады, компьютеріне барып жаза қояды, оны шығарып әкеліп, жаңағы маған айтады, бір оқып берші дейді. Мен жаңағы өлеңінің шығармаларының сыншысымын ғой, енді бірінші маған оқытады. Мен бірінші кішкене қателерін жөндеп, сосын әбекем арада бірдеңе қосу керек, арадан алу керек ау деп кішкене өзгеріс айтамын, сөйтсем жоқ, бұл дұрыс, осымен қалады деп сөйтіп айтады. Кітапхана директоры Жанат Сәдібекқызы қорытынды сөз алып, жыл көлемінде Әбілда Аймақ оқулары облыс көлемінде жалғасатынын жеткізді. Апталыққа белсенді қатысқан кітапхана оқырмандарына арнайы алғыс хаттар табысталды. Сіздермен бірге болған мен Құдайбергенден Мұхаммед, арнайы оқырман үшін.